2019 жылы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетін аяқтап Түпқараған ауданы Ақшұқыр мектеп-лицейіне қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып жұмысқа қабылдандым. Кешегі балғын бала шәкірттің дипломы бар маман болып қалыптасуы ұстаздарымның ұлағатты тәрбиесінен еді. Сондықтан алғаш келген күннен бастап оқушыларды өлең жазуға, ғылыммен айналысуға, өзін-өзі табуына, жаңа қырын ашуына септігімді тигізіп, дұрыс бағыт-бағдар беруге күшімді салдым. Шәкірттерімнің алды республикалық ғылыми жобалар байқауында топ жарса, кейінгісі облыстық деңгейдегі жазба ақындар мүшәйрасы, эссе сайыстарында жеңімпаздар сапында жүр. Соңғы 3 жылдың ішінде 2 рет республикалық, 12 рет облыстық әртүрлі байқауларда мен баптаған оқушылар жүлдегер атанды. Жеке өзім 1 мәрте республикалық эссе байқауында, 2 рет облыстық деңгейде өткен ақындар мүшәйрасында олжалы болдым. Бүгінде мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарымын. Бұл қызметтегі 3 жылымды абыроймен атқарып 4-ші оқу жылыма қадам бастым. Аталған салада да мақсатымды айқындап, бағытымды бағдарлап алдым. Түрлі біліктілік арттыру курстарынан өтіп, кәсіби құзыреттілігімді өсірдім. Аудандық облыстық деңгейдегі семинарларда мектепті басқару, түрлі жобаларды іске асыру, ата-аналармен сүбелі байланыс орнату тақырыптары төңірегінде іс тәжірибемді бөлісіп жүрмін. 2023-2024 оқу жылына орай ұйымдастырылған республикалық тамыз кеңесінде де баяндама оқып, Ақшұқыр мектеп-лицейінде тәрбие бағыты бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды тараттым. Маңғыстау облыстық білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті мектептерді аттестаттау комиссиясы құрамына 2 рет шақырып жауапты қызметті жүктеді. 2022 жылы педагогикалық шеберлік орталығы ұйымдастырған республикалық жас ұстаз табысқа апарар жол форумына, 2023 жылы республикалық педагогтер съезіне қатысушы делегаттардың қатарында болып тәжірибе алмасып келдім. Қазір Маңғыстау облыстық оқу әдістемелік орталығы жанынан құрылған жас мамандар кеңесінің төрағасымын. Республикалық ғылыми әдістемелік журналдарда мақалаларым жарияланып, баспасөз саласында назардан тыс қалдырмадым. Бір тұтас тәрбие бағдарламасы шеңберінде және Ақшұқыр мектеп-лицейін ұлттық мектепке бейімдеу мақсатында мектеп ғимаратының ішін безендіру, ұлттық танымға арнау бойынша идеяларымды іске асырдым. Қазір дәліз бойында ұлттық ойындар, ұлттық тағамдар, зергерлік бұйымдардың суреттері бедерленіп, ұлтымыздың ұлы тұлғаларының портреттері салынды. Мектеп және ата-ана жобасын іске асыру бойынша жаңа форматта ата-аналар конференциясы, әкелер слеті өткізілді. Ал елімізге танымал азаматтармен онлайнда, оффлайнда жиі кездесулер ұйымдастырылып келеді. Бұл білім алушыларды саналы тәрбиелеумен қатар Маңғыстау облысы білім басқармасына қатысты позитивті жаңалықтарды еселеп жатыр. Мен біткен ойпаң жерге алас ағаш, емесмін жемісі көп тамаша ағаш, қалғанша жарты жаңқа мен сенікі, пайдалан қажетіңе жара салаш.